Достар, енді біздер Kaspi Pay'ден Kaspi Gold'қа қандай ақша аударамыз, қалай ақша аударамыз, соны көріп шығатын боламыз. Kaspi Pay'ға кіреміз, кірген кезде екі түрлі жолмен ақша жіберуге болады Kaspi Gold'қа. Главный страницадан мына жерде на любой Kaspi Gold деп тұр ғой, переводтың ішінде. Міне, үшінші тұрған, екінші тұрған. Осыған бір бас жіберсек, мына жерге нөмірімізді жазып, мысалға аударатын нөмірді жазып, мына жерге мына суммадан, Kaspi Pay'дің шотында тұрған суммадан немесе барлығын аударуыңызға болады, немесе қалаған суммаңызды аударуға болады, немесе картаның нөмірін жазып, картаға жіберуге болады. Комиссия 0 теңге деп тұр, достар. Сосын оны Мой банкқа кірсеңіз де болады. Мой банкқа кіресіз, шоттың астында, шотқа бір бас жіберсеңіз, шоттың үстіне. Мысалға, Мой банкқа кірдік, шоттың үстіне бір бассақ, на любой Kaspi Gold деп тұр, осы жерге жіберсек болады біздер ақшаны, достар. Жазып. Осылай қарапайым түрде жібере береміз біздер. Комиссия ұстамайды жалпы. Қазір практика ретінде аударып көрсетейін. Мысалға, мынаны Kaspi Gold'қа жібереміз. Мысалға 5000 теңге, мысалға осы нөмірге адамның аты шықты. Міне. Kaspi Gold'ымызға бірден келді, міне. Секундта келді. Ашып қарасақ, міне, тұрыпты уже. Kaspi Gold'ымызда. Енді міне осылай болады. Жалпы қарапайым, достар. Осымен бұл сабағымызды аяқтайтын боламын.